Бәріне сәлем. Бүгін мен өте тез дайындалатын пирог рецептіме бөліскім келіп отыр. Ең алдымен бір жұмыртқа саламыз. Блинчикпен араластырамыз. Жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Дайын болған жұмыртқамыздың үстіне қант салатын боламыз. Қантты дұрыстап жұмыртқамен араластырамыз. Осындай болу керек. Енді үстіне жылы сүт құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Мен сүтімді 2-ге бөліп отырып құямын. Жақсылап отырып араластырамыз. Енді оның үстіне сұйық майды аз-аздан отырып қосып араластырамыз. Бәрін бірден қосуға болмайды. Бәрі бірімен дұрыс араластыру керек. Енді дайын болған затымыздың үстіне ұнды қосамыз. Оның бәрін қоспау керек. Аз-аздан отырып қосамыз. Бәрін қосып салсақ, қамырымыз қою болып кетеді. Енді үстіне бір ас қасық разрыхитель саламыз. Разрыхитель болмаса, оның орнына сода қосса да болады. Қамырымыз қаймақ секілді болу керек. Пирог пісіретін формамызды сұйық маймен майлаймыз. Оның үстіне ұн салып, осы видеода көрсетілгендей істеу керек. Дайын болған қамырымызды формаға саламыз. 180 минутта 30-40 минут пісіру керек. Дайын болған пирогымызды сахарный пудрамен әдемілейміз. Пирогымыз өте дәмді, тез дайындалатын, іші толық піседі. Өте дәмді, жеген кеп тұратын пирог. Дайындап көріңіздер. Сәтті шығатын рецептердің бірі. Мен бұл рецептке өте қуаныштымын. Келесі кездескенше.